Бұл қандай порода мына қошқарлар? Байсары деген порода. Байсар былай негізі гисарға келеді екен, негізі тұрпаты, былай. Бұның қанында да гисар бар. Өйткені гисар аталық қан деп айтатын тұр. Басындағы шыққан аналықта біздің өзіміздің Еділбайдан шыққан. Еділбайдан шыққан, содан кейін біз оған тажикский гисар құйылды, одан кейін қырғызский гисар құйылды и афганский гисарлар құйылды. Біз енді ол жұмыс жасағанымыз негізгі біздің мақсатымыз болды. Бұл конституциясы мықты болу керек. Афганский гисарлар енді бойшаң болады, сол бойшаң болу үшін бойына келтірдік. Онан кейін гисар кішкене бочкообразный дейміз ғой, енді жаңағы қабырғалары кең, төстері кең. Сол себепті біз соған да жұмыс жасадық. Гисар тажикский гисармен. Онан кейін қырғызский гисар ұзындыққа жұмыс жасадық. Мына тұрған Басар деген қошқар, 3 жасар қошқар, бұның ұзындығы 1,70. Сол себепті бұл баяғы қазақ атамыз айтады ғой, тұрқы ұзын болсын деп. Сол тұрқына көп байланысты салмақ беруде, бойы да тұрқыда кеңдігі де болу керек. Мына қазір енді научный тілмен айтқанда конституциясы мықты болу керек те. Сол себепті біз осы параметрге келтіру үшін 20 жылдай уақыт жұмыс жасадық. Бұл парадамен. Селекция өздеріңіз істедіңіздер? Селекция өзіміздің хозяйство өзіміз жүргіздік. Енді қазіргі уақытта бұл 23 жыл ноябрьден бастап бұл Байсары деген порода статусын алды.